45 минут болды. Айта беріңдер. 45 минут болды. 45 минут болды. Бұл бір темамен. Құжаттарыңыз бола ма? Құрметті жүргізушіміз. Құжаттарыңыз бола ма? Өзіңіздің жеке басын анықтайтын. Не үшін тоқтаттыңдар? Қауіпсіз бөлім тоқтат, бағыттама бойынша. Жедел басқа отырған. Жол қозғалыс ережесінің бірінші бөлім 7-ші тармағы бойынша түсіндірме жұмыс жасаңдар, сосын құжат беріледі. Хаттамаға келіспейтін болса аға, сізге ештеңе демеймін. Хаттамасы десе хаттама келген жоқпыз ғой. Енді Біз әлі артта жүрміз әлі. Құжат беріп бастасыз. Неге құжат бермейсіз? Жол қозғалыс ережесін білесің ба? Кітапшаны әкеліп берші болмаса, көрсетейін саған. Мен сізге әкеліп міндетті емеспін аға. Міндетті болса сен заңға бағынса енді сен білмей тұрсың ғой сен. Мен біліп тұрмын. Өзім таныстырып. Білсең енді әкелсейші сен. Енді айттыңыз сертификат алған. Жоқ сен білесің ба сен? Білемін аға. Білсең әкелші енді болды ғой. Айқайламай қойшы өтініш. Не айқайламай сен жайша түсінбей тұрсың ғой сен. Мен сізге түсініп тұрмын, айқайламай. Бағанадан бері 45 минут видео түсіп жатыр, сен жайша түсінбей тұрсың сен. Жайша түсінбей тұрсың? Түсінбей тұрсың ғой сен. Сен құжатыңды әкпесе, сертификатыңды әкпесе мен саған құжат беремін деп тұрмын ғой. Бас тартасың ба деп тағы айтып тұрсың ба сен? Сертификат бізде жоқ, аға, түсінесіз ба? Менің проблемам ба не ол? Дәлелдеме әкелсейін сен көрейік та бірінші. Сертификат кейін ол бірінші дәлелдеме, сосын сертификат, сосын метрология 31-ші бапқа сәйкес. Дәлелдеме көрсету үшін арнайы бізде планшет. Жоқ, дұрыс қой енді әкеліп берсе, сосын мен сенен сертификат сұраймын, сосын метрология, сосын барып құжат, хаттама, сот. Болды, точка. Тыңдай біліңізші өтініш. Тыңдай білмеймін мен. Мен айтайын, сіз айтын, мен есімді таптым. Заңды айтса енді. Енді мен сізге айтып дұрыс, өзіңіздің құзырыңызда. Дұрыс деген не әңгіме ол? Өзің айтпаған дұрыс. Дұрыс деп айтпа, менікі дұрыс емес, заң дұрыс. Енді қараңыз, заң дұрыс, менікі дұрыс емес. Қараңыз аға. Заң дұрыс. Иә, дұрыс. Сіздікі дұрыс. Қараңыз, сіз айттыңыз, таныстырың, бір жерде орындаңыз арқылы, орындады өзім таныстырдық. Енді қазіргі уақытта жел басқару орталығының берілген бағыттама бойынша сіздің жасаған құқық бұзушылығыңызды көрсететін бізде. Бұл сөзді қаяқтан алып тұрсың? Жоқ. Түсініп тұрсыз ба? Бұл сөзді қаяқтан алып тұрсың, айтылған әңгімеңді. Заңда бар ма? Сіз не қылып тұрсыз аға, түсініп тұрсыз ба? Сіз мен сен мені түсінбей тұрсың. Сен заңда жоқ нәрселерді айтып тұрсың, заң бойынша айтшы болды. Қолың актісін берші, екінің. Болды, шеш, болды. Алмаймын мен оны. Не үшін алмаймын? Не үшін шешіліп жатыр нөмір? Нөмір не үшін шешілді, айтып жіберіңдер болды. 0477-11 Шел ауданы. Не үшін шешіліп жатыр? Құжат бірінші не үшін біледі құжат? Мен нөмірімді ұрлап баратым ғой. Мен өзім тұрмын ғой, бауырым сен. Білесің ба, заңсыз істеп жатқаныңды? Мен өзім тұрмын ғой. Шағымдар мен сұрайма. Болды. Мінекейіңіз ақтыңыз. Сіздің дәлелдеп жиырма ма адресіңіз? Мен не істейін айтсай? Сіздің адресіңізге. Мен не істейін айтсай болды ғой. Айтсай мен не істейін? Сіздің үйіңізге барады. Жоқ, дұрыс қой, мен не істейін қазір? Жүре беріңіз, мінекей ақтыңыз. Қақта жазылған ғой, үйге дейін жетеді деген. Міне, жазылып тұр. Қақта жазылған ғой. Қай заңда жазылған? Жоқ, мен тұрмын ғой бұрада, бауырым. Енді бара беріңіз аға, барады. Сен нөмір шешуге құқылысың ба? Құқылымын. Болды мына, давай, жақсы.